Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Осылай басынан өткен жағдай айтып берейін. Мошенниктер қазір новый уровеньге шыққан. Міне маған жаңа 14-14-тен, кәдімгі 14-14-тен смс келді, міне қараңдар. Мынау осыған дейін мен штрафқа түсіп қалғаным, кәдімгі 14-14-тен келіп тұрған смс міне. И содан кейін проверочный код деп смс келді. Маған звондады. Айтады, осылай мен соннанмын. Сізге қай адреске жіберіп, менің прописка адресін бәрін біледі екен. Осылай адреске конверт жібере берейін ба дейді. Мен айтамын, не конверт, мен ештеңе заказдаған жоқпын десем. Жоқ, мен білмеймін, мен аша алмаймын оны, мен тек сізге жібере аламын. Видеозвонок па звонок? Курьер ғана апарып береді дейді. Сосын хорошо дедім. Бірінші былай звондады. Сосын айтты, мен ойладым, может налоговыйдан шығару, ладно дедім де. И конверт жібер деп смс айтып қойды. Потому что 14-14-тен келіп тұрғасын сендім. Не, 14-14-тен келіп. Оған дейін бұл кәдімгі міне теле машина штрафқа түсіп қалғаным. Камерадан. Тағы да осы видео арқылы мошенниктерден істеп жүрмесін, да? И смс кетті осылай. И айта қойдым. И бір кезде маған 2 минуттан кейін видеозвонок шығады WhatsApp-тан. WhatsApp-тан видеозвонок шығады. Міне мына номермен шықты мысалы. Видеозвонок шықты видеозвонок. И сосын жаңа видеозвонокта айтып отыр, осылай сізде мошенничество тап болдыңыз, анау мынау деп бірдеме түсіндіріп жатыр да. И ана сөйлеп жатқан адамның даусымен видеодағы дауыс келмейді да, ауыздары жыбырлағаны. Резко камераны жауып тастадым былай. Мынау явно биометрия өтіп отқан шығар деп ше, мысалы Face ID сияқты. Түсіндім мошенник екенін. Сосын резко лақтырып тастадым да трубканы. Еговқа кіріп, пароль бәрін өзгертіп тастадым. А то олар сіздің ECP ключіңізге доступ алып алады жаңағыдай. Видеозвонокпен шығып, смс жіберіп, сөйтіп сіздің атыңызға кредит бәрін оформить етуі мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар. Уже бір звондады уже. Танысымыз 700 мыңға оформить етіп. Бір танысымыз, окажется, солай 700 мыңға қадалып. Оны ладно, жас адамдар былай сақ болса алданбауы мүмкін. Ең главное ата-анамыз, келіншек үйде да солар группаға таратып olsun, давай ескерту. Үйде отырған жеңгелеріміз, келіншектер болса, жаңағыдай ата-аналарымыз абай болыңыздар. Осындай мошенничество тап болып қалмаңыздар. Ешқандай смс код ешкімге айтпаңыздар, және видеозвонок шығып жатса, тоже сөйлеспеңіз. Нормально орган адам ешкім видеозвонокпен звондамайды. Ешкім звондамайды. Ол сіздің просто неңізді біліп алу үшін, биометрия, Face ID сияқты. Соңғы органда камера қарап жіберіңіз деген сияқты. Сол анау арқылы заман дамып кеткен қазір. Сөйтіп кредит оформить етіп жатыр. Так что абай болыңыздар барлықтарыңызға. Группа, тумала группа таратыңыздар. Но бізден жап-жаңа болып. Басымнан өткен осы бойы. Қайта мен резко среагировал, мен резко видеоны жауып тастадым, сөйлесіп жатқанда Еговқа кірген пароль бәрін өзгертіп тастадым. Бүткіл тума туыс ата-анамызға бәрін ескертіңіздер. Абай болыңыздар, қазір алданбай кішкене, алданбай. Ешкімге алданып қалмаңдар, абай болыңдар.